Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгінгі видеода сіздерге өте қызықты тақырыппен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бәрімізде көз адам жанының айнасы дегенді естідік. Ол жай ғана әдемі айтылған сөз емес. Ғалымдар зерттеу жүргізіп, дәлел тапқан дүние екен. Ғалымдар адам көзіндегі қарашық айналасындағы түске қарап, оның мінезін анықтайды. Яғни көздегі түс мимен түйісіп тұр. Ол дегеніңіз, сіздің мінез құлқыңыз жұмбақ болса, шешімін көзден оқуға болады деген сөз. Бірінші, қара және қою қоңыр түсті көз. Қара және қою қоңыр түсті көздер сирек кездеседі. Көзінің түсі осындай адамдар тумасынан көшбасшылыққа дайын болады. Қара көзді адамдардың мінезі жібектей жағымды келеді. Сіз кез келген адаммен ортақ тіл табыса аласыз, әрі келісімге келуге дайын адамсыз. Айналаңыздағылар сізге көптеп сенім артады, уәдесінде тұратын адам деп таниды. Сіз сезімталсыз, тез әрі орынды шешім қабылдай аласыз. Сонымен көк көз. Көзі көк адамдар өте тартымдылар қатарына жатады. Сіз жаңашылдыққа әуессіз, үнемі ізденісте жүресіз. Бірақ жаңа ортадағыларға сенімге қарағанда күдігіңіз басым тұрады. Сіз тіпті өз жақыныңызға оңайлықпен ашылмайсыз. Адамды әбден тексергеннен кейін барып сенесіз. Көп жағдайда жаныңыздағы адамдарға күдікпен қарайсыз. Сонымен көкшіл сұр көздер. Көкшіл сұр түсті көз сирек кездеседі. Көзіңіздің түсі ашық көк әрі сұрлау болса, сіз өте ақылды адамдардың қатарына жатасыз. Әрі мұндай адамдар өте сабырлы әрі нәзік жанды келеді. Сіз жаңа танысқан адамдармен бірден араласып кете алмайсыз. Дегенмен, өз жақындарыңызды қатты сыйлайсыз әрі сый құрмет көрсетуде алдыңызға жан салмайсыз. Жасыл әрі ашық қоңыр аралас түсті көз. Мұндай түсті көздер өте сирек әрі ерекше тартымды болады. Онда көздің қарашығының айналасындағы ашық қоңыр сәл ары жасыл түсті болады. Мұндай көзді адамдар өздеріне сенімді, тәуелсіз әрі ойламаған жерден бағытын өзгертіп, батыл шешімдер қабылдайды. Сіз тәуекелшісіз, әрі өміріңізді кез келген тұстан мүлде басқа арнаға өзгертуге де батылыңыз жетеді. Ашық қоңыр түсті. Дүние жүзі бойынша басқа түстерге қарағанда қой көзді адамдар көп екен. Айналаңыздағылар сізге үлкен құрметпен қарайды. Сіз сенімді әрі мінезі жұмсақ жансыз. Сіз жаңашылдыққа бейімсіз, яғни жаңа дүниені тез меңгеріп алуға қабілеттісіз. Сіз үйлесімдікті бірден байқайсыз, әрі өз қиялыңыз киіну стилімен безендіру, сәндеуге ерекше ерік береді. Сұлулықты басқа қырынан көре аласыз, әрі үйлестіру, ойлап табу сынды жұмыстарда жақсы нәтижелер көрсете аласыз. Сонымен жасыл көз. Ең сирек кездесетін түс. Жасыл көзді адамдар өте жұмбақ әрі еліктіргіш келеді. Сіз өз ойыңызды жүзеге асырудың жолдары мен тетіктерін ерекше сезесіз. Сіз шығармашылықта көптеген сәттіліктер мен жеңістерге жете аласыз. Өз еркіңізбен әрі өз көңіл күйіңізбен жүретін адамсыз. Айналаңыздағылар сізге қатысты жоспарын көп жағдайда жүзеге асыра алмайды. Себебі сіз өзіңізге қатысты дүниені өз қалауыңызбен ғана шешетін адамсыз. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып ұмытпаңыздар.